Баршаңызға сәлем, Арсел каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бұл мастер-класста біз сіздермен мынандай 100% таза меринос жібінен қазіргі модадағы, қазіргі трендтегі объемный шапканы тоқып үйренетін боламыз. Тоқып бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде каналыма жаңадан шыққан сабақтарды сіздер ең алғаш болып көріп отыратын боласыздар. Бізге қандай материалдар қажет? Мынау 100% меринос жібі. Мен парақшасын қалдырып кетемін, Инстаграм парақшасын. Алматы қаласынан тапсырыспен алдырған болатынмын. Және 20-шы номерлі спицы. Мына жағы мынандай ұзын болып келеді. Шапканы тоқуға өте ыңғайлы. Бағасы 700 теңге ғана тұрады. Енді қараңыздар, мына жіп бізге өте қалың. 300 грамм жіп. Сондықтан да мен бұл жіпті екіге бөліп тоқимын. Мінеке қыздар, осылай екі моток қылып жасап алдым. Енді осының біреуінен тоқып бастаймыз. Ең бірінші біз бір петля жасап алуымыз керек. Орап, осының ішінен спицамен де қолмен де өткізсек болады. Жай түйін жасаймыз осылай. Міне. Бізде бір петля болды. Осыған спицамызды кіргіземіз. Қатты тартпаңыздар, арасында мында орын қалсын, кішкене бостау қылып тоқыңыздар. Дәл мен сияқты қайталап жасайсыздар. Айналдырып алып келіп, өстіп ілмектер жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне 18 болды. Және 19-шы бір тал артық петля іліп аламыз. Ол қазір бізге не үшін керек болатынын айтамын. Енді мына іліп алған петляларыңызды бүйтіп түп-түзу етіп осылай қоясыздар. Бұлай бұралып кетпеу керек бұлай. Бұралып кетпеу керек. Түп-түзу осылай қоясыздар да. Мына ең соңғы тұрған, мына оң жақтағы спицада тұрған бір тал жіпті сол жақтағы спицаға кигіземіз. Мына сол жақ петляның ең бірінші петлясын мынаған кигіземіз. Кигіземіз үстіне. Кигіземіз да, мына петляны қайтадан өзінің орнына апарамыз. Солай біз шапкамыздың басы мен аяғын қостық. Енді мына жұмыс жібін тартып отырып тоқисыздар. Кішкене тартасыздар мына жерін. Міне, мынаған мұқият болыңыздар. Біреу шеті былай айналып кетпеу керек, әйтпесе шапкаларыңыз қисық шығып қалады. Бір келкі болу керек мына жері. Енді біз шапкамызды тоқып бастаймыз. Тоқыған кезде міндетті түрде қараңыздар. Біздің петляларымыз, міне петлялар. Мыналар былай айналып, бұратылып кетпеу керек. Барлығы әдемі болып, бір келкі болып тоқылу керек. Оң жақтағы спицаны бірінші петляға дәл ортасынан кіргіземіз.
жұмыс жібін іліп, мына бірінші петлядан шығарамыз. Бос қылып тоқыңыздар, бос қылып. Қатты тартсаңыздар, шапка тығыз болып қалады. Мінеки, арасына саусағыңыз кіргізген кезде, кәдімгідей орын болу керек ішінде. Екінші. Басындағы бірінші, екінші қатарды тоқыған кішкене қиындау, одан кейін ары қарай жеңіл болады. Міне осылай тоқи береміз. Мына жерде бізде мына ең бірінші қатардың басы ғой, иә? Осы жерде мына жерге мен жіп тақып қоям. Қатардың соңы мен басын біліп отыру үшін. Әйтпесе мына шнуры деген былай қарай кіріп кетсе, мен көрмей қалам да, қай жеріне біту керектігін. Мына жағын осылай тартып отырасыздар. Кішкене жинақы қылып петляларды. Мінеки, менің бірінші қатарым бітті. Мына жібімді қайтадан мына жерге тақып қоям. Енді екінші қатарды тоқим. Мына жағын тартып отырамыз, жинақы қылып. Мінеки, бізде екінші қатар тоқылып болды. Үшінші қатар тоқимыз. Дәл осылай қатарларды, осы узорды қайталап тоқи бересіздер. Қыздар, мен сіздерге қазына екі жіпті бір-біріне қалай жалғау керек, соны көрсетіп жіберейін. Біздің бір жібіміз, міне. Осының жартысын алып тастаймыз. Негізі жалғаудың басқа да әдістері бар шығар. Мен енді өзімнің білгенімен бөлісіп жатырмын сіздермен. Басқа да әдістерін білсеңіздер, сіздер де комментарийда айта өтіңіздер. Мен осылай бір-біріне қойдым да,
мына шеттерін ішіне қарай кіргіздім, осылай ішіне қарай қайырып. Мына жаңағы біздің жалғаған жеріміз. Осы жерді аккуратно ұстап отырып, қатты тартпаңыздар, аккуратно ұстап отырып, ары қарай тоқымаңызды жалғастыра бересіз. Мінекей, біздің жалғаған жеріміз уже тоқылып жатыр. Андай шеттері шығып кетсе, осыларды деп арасына кіргізіңіздер. Мынау бізде үшінші қатар, сіздер шамамен 11 қатар тоқыңыздар. 11 қатар тоқисыздар. Мен де қазір видеоны өшіремді, 11 қатар тоқим. Сосын ары қарай кездесеміз. Шапканың жоғарғы жағын қысқартатын боламыз. Желательно петлялардың барлығын бос қылып тоқыңыздар. Мен кішкене тартып жібердім. Так, қыздар, қараңыздар. Мінекей, мен 11 қатар тоқыдым. Оны былай санайсыздар. Мынау бізде ең басында теріп алған петляларымыз, бұл саналмайды. Мінекей, мынадан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Спицадағы 12-ші қатар. 12 қатар тоқылды. Енді біз шапкамызды қысқартамыз. Бізде 18 петля. 18 петляны 3-ке бөлеміз. 6-6-дан болады, Енді былай жасаймыз. 1, 2, 3, 4 петляны тоқимыз қазір. 5-ші мен 6-шының екеуін қосып тоқимыз. Келесі 6 петляда солай. 4-еуін тоқимыз, 5-ші мен 6-шыны қосып тоқимыз. Бір, екі, үш, мінекей 4-еу болды. Енді 5-ші мен 6-шыны қосамыз. Қараңыздар, менде мында петляларым дұрыс тұрған жоқ. Мен оларды аламында, былай қаратам. Мына 2 петляны былай қаратамын. Мына сол жақ қабырғасы ары қарап, оң жақ қабырғасы бері қарап тұру керек. Мінекей, мынанда сол қабырғасы ары қарайды, оң қабырғасы бері қарап тұрады. Осылай болды. Енді осы екеуін қосып, бір петле жасаймын. Мына екеуін қостым да, екеуінен бір петле шығарам. Hot Wheels. Енді келесі 6 петле. Папаң айта қойшы, балам. 1. Есік жаба қой, балам. 2. 3. 4. Енді 5-ші мен 6-шыны қосып тоқимын. Енді келесі 6 петля.
1 2 Так, екеу тоқыдым. Үшеу. Төртеу. И бесінші мен алтыншыны қосып тоқимын қазір. Егер де спицамен жасау сіздерге қиын болса, қолмен тоқысаңыздар да болады. Бірінші мынаны кіргізіп аламыз. Және осыған екіншісін кигіземіз. Мен өзіме бірақ спицамен тоқыған ыңғайлы. Бір қатар қысқартып шықтық. Енді екінші қатар қысқартамыз. Бірінші қатарда бізде 4 петля тоқыдық, 5-ші мен 6-шыны қысқарттық, е? Енді екінші қатарда 3 петля тоқимыз, 4-ші мен 5-шіні қысқартамыз. Бір, екі, үш. Міне үшеуін тоқыдық. 4-ші мен 5-шіні қысқартамыз. Мынау біздің алдыңғы қатарда қысқартқанымыз. Мінекей, енді 4-еу болып қысқарып қалды. Бір, екі, үш, және 4-ші мен 5-шіні қысқартамыз. Бір, екі, үш, соңғы 2 петлямды қысқартамыз. 4 пен 5-ті. Енді бізде 4-4-тен қалды. Міне 3-ші қатарда 2 петля тоқимыз, 3 пен 4-ті қысқартамыз. Бір, екі, енді бізде 3 петлядан қалды.
2, енді мына 3 пен 4. Мына 3 пен 4 қысқартамыз. Қараңыздар, 1, 2, 3. 3, 3, артында 3. Жалпы 9 петля қалды, е? Тағы да бір қатар тоқып өтсеңіздер болады. Біреуін тоқисыздар, 2 мен 3-ті қысқартасыздар. Біреуін тоқисыздар, 2 мен 3-ті қысқартасыздар. Бірақ ол кезде шапканың ұшы кішкене үшкірлеу болып қалады. Маған олай ұнамайды. Сондықтан да бас жағы кішкене алдыңғы шапканы қысқартқанмын. Осы 9 петлямен бас жағын жаба салдым. Қазір мынаны да кесемін. Кішкене біраз ұшын қалдырып кесіңіздер. Енді әрі қарай біз шапканы қолмен жауып шығамыз. Әр петляға мына жіпті кіргіземіз. Мынау бізде соңғы петля, жібіміз өткен. Бірінші петлядан тағы да бір рет өткізіп алыңыздар. Әйтпесе біз қазір мынаны тартамыз да ішке қарай кіргізген кезде мына арасы ашылып қалады. Өте қатты тартпаңыздар. Қатты тартса бұл үзіліп кетуі мүмкін. Барынша аккуратно жасау керек. Тартамыз, мынаның іш жағына аударып. Енді мына жіпті біз 2-ге бөлеміз да. Бір кез келген петляға байлауымыз керек. Крючокпен осылай өткізіп алыңыздар. Осы жерден бір байлаңыздар жақсылап. Содан кейін мына ұшын шапкамыздың арасына бітіп бүлдіртпей кіргізіп жіберуіміз керек. Екінші жағында дәл солай, бірақ басқа жағынан өстіп арасына кіргізіп ұш жағын кесе саламыз. Қолдарыңызбен потом тартып қойыңыздар. Содан кейін бізде міне бастаған кезде осындай жіп қалған, е? Бұл жіпті де өте аккуратно петлялардың арасына жасыру керек. Мына жерде қараңыздар, менде түйін әдемі болмай тұр. Түйін ұнамай тұр маған. Кішкене бұны ашамын. Түйінді ашып, сәл тартамын да. Мынаның астына қарай кіргіземін.
Неке бізге барынша мына шапканың әдемі узорын құртып алмауымыз керек, барынша әдемірек қылып жасыру керек. Мен қазір міне осылай крючокпен өткізем артына. Бізде мінеке мына қатардың жалғасы болып кетті, артына қарай өткіздім. Енді осыны ұшын мына сырт жағынан жасырамыз. Жібімізді екіге бөліп, осы жерге бір байлап алуымыз керек. Мінеке осылай қалған ұштарын тартып, мыналар арасына кіріп кетеді, білінбей қалады олар. Осылай петлялар ровно болу үшін шапканы тартып, әдемілеп алыңыздар. Мінеке біздің шапкамыз дайын болды, қыздар. Бұл шапкаларды мен негізі бірінші рет тоқыдым. Міне жіпті заказ беріп, ең алғашқы тоқыған шапкам, размерінің барлығын байқап көрдім да, екінші жіппен сіздерге мастер-класс түсіріп отырмын. Егер көңілдеріңізден шықса, ұнатса, лайк басып кетіңіздер. Айтатын ескертулеріңіз болса, астында комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен барлығын оқимын. Баршаңызға рахмет соңына дейін көргендеріңіз үшін. Сау болыңыздар.